Good day students, how are you? Қайырлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып 90 және 91-ші беттердегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Healthy snacks деген бізде бүгінгі жаңа тақырып. Бірінші exercise number 21, яғни 21-ші жаттығуды орындайық. Complete, then listen and check. Which is your favorite snack? дейді. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай суреттер берілген, сол суреттердегі нәрселердің атауын ағылшынша жазуымыз қажет. Мысалға, біріншісінде алманың суреті берілген, яғни ол apple. Енді екінші бізде йогурт деп жазамыз, иә. Үшінші бізде ол жаңғақ, иә. Грек жаңғағы, яғни walnut деп жазамыз. Төртінші бізде жер жаңғақ, ол бізде peanut болады. Енді бесіншісінде көріп тұрғандарыңыздай ол бізде бұрыш, біз бұрышты pepper деп айтамыз. Одан кейін соңғы бізде сәбізді carrot деп жазамыз. Келесі біз exercise number 22, read and match. Оқып және сәйкестендіреміз. Яғни басында 4 сұрақ берілген, бізге сол астындағы 4 сұрақтың жауабы, дұрыс жауабын тауып жазуымыз қажет. Бірінші бізде сұрақ where is the juice деп тұр, яғни шырын қайда. Ол бізде C жауабында тұр. It's in the fridge, яғни мұздатқышта, яғни тоңазытқышта дейді, яғни холодильникте. Екінші сұрақ бізде why did you put mustard on your sausage? Яғни сен өзіңнің sausage деген бізде шұжық, сол шұжығыңа неге mustard бізде қыша соны қойдың дейді. Оның жауабы A жауабында because it's tastier this way, яғни бұл осы немен тәттірек болады дейді, яғни осы жолмен. Үшінші, how often do you eat fruit? Сен яғни жеміс-жидек қаншалықты жейсің дейді, қаншалықты жиі жейсің дейді. Every day, яғни күн сайын деп жауап беріп тұр, ол бізде B жауабында. Төртінші сұрақ, what are you making? Сен не жасап жатсырсың дейді. A cake for mom's birthday деп тұр, яғни D жауабын жазамыз. Анамның туған күніне торт жасап жатырмын деген жауап. Exercise number 23, let's sing. Бірге ән шырқайық дейді. Оқушылар 23-ші жаттығуда әуенді тыңдайық. Sweet ice cream, leave them in their wrapper and try to eat green. Peanuts, fruit, a veggie or two. Food from Mother Nature, yo, that's good for you. Be a healthy rapper and leave it in the wrapper. Be kind to yourself and leave it on the shelf. If it comes wrapped in plastic, don't be enthusiastic. Chocolate, sweet ice cream, leave them in their wrapper and try to eat green. Peanuts, fruit, a veggie or two. Food from Mother Nature, yo, that's good for you. Be a healthy rapper and leave it in the wrapper. Be kind to yourself and leave it on the shelf. If it comes wrapped in plastic, don't be enthusiastic. Be a healthy rapper and leave it in the wrapper. Be kind to yourself and leave it on the shelf. If it comes wrapped in plastic, don't be enthusiastic. Келесі бізде тапсырма оқушылар 24-ші жаттығу What's the main idea of the song? Choose дейді, яғни осы әннің мағынасы неде дейді, яғни өзінің айтып тұрған идеясы неде. A немесе B жауабы қайсысы дұрыс деген. Бұл жерде A жауабы дұрыс. It's better to eat food we can find in nature деп тұр. Яғни бұл жауапта былай деп айтып тұр, яғни табиғаттан шығатын, яғни табиғатта өсетін тағамдар түрлерін жеуіміз қажет деп тұр. Яғни жеген пайдалы ғой бізге, сондықтан да A жауабы болады. Осы өлеңнің жалпы идеясы сол нәрседе жатыр. Келесі оқушылар exercise number 25, 25-ші жаттығу let's shop деп тұр, яғни кеттік дүкен аралайық деген. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай оқушылар, екі оқушының диалогы және де жоғарыда тұрған тиынның атауларын үйренуіміз қажет. Бірге мысалға бірінші 1 pence деп тұр, оны біз ағылшынша 10 pence дейміз. Яғни pence деген ол валютаның атауы, дәл солай қалады. Келесі 20 pence, яғни 20 pence, 50 pence, 50 pence, 1 pound,
бір фунт, яғни паунд деген бізде оқушылар фунт, Ұлыбританияның ұлттық валютасы солай аталады. Енді оқушылар мына жерде диалог құрған, яғни мына жерде қыз сұрап тұр, how much is that? Бұл нәрсе неше теңге, яғни қанша тұрады деген, қанша тұрады дейді. Бала айтып тұр, 1 pound point 70 pence, яғни 1 фунт 70 pence деген. Can I have a pocket of biscuits and a can of cola, please? дейді. Яғни, мен бір қаптама бисквит және де бір қаптама, яғни бір құты, яғни кола алсам бола ма дейді. Here you are, мінекей дейді. Яғни оқушылар көріп тұрғандарыңыздай бұл жерде заттардың бағалары тұр, сол бағаларын біз ағылшынша айтуымыз керек. Мысалға 80, яғни pence деп қойған, бұл жерде 80-ді біз 80 pence дейміз. Мысалға сүттің бағасы, milk 80 pence десек жауап берсек болады. Және де 50 pence кола, яғни 50 pence кола. Әр түрлі нәрселердің бағаларын солай ауызша айтып үйренуіміз қажет. Яғни бұл оқушылар жазбаша тапсырма емес, жәл осылай өзіңіздің қасыңыздағы досыңызбен, сыныптасыңызбен орындайсыздар ауызша айтып. So, that's all students. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.